Еліміздегі барлық шағын және орта бизнес өкілдері бір шаңыраққа біріктіріледі. Ол үшін кәсіпкерлердің барлығы республикалық қауымдастыққа мүше болу керек. Атырауда ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заң талқыланды. Аталмыш ұйымның жағымды жаңалықтары жетерлік, дегенмен шикі тұстары да бар дейді аймақтағы кәсіпкерлер. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңды дайындауға ұсыныс жасаған Қазақстан үкіметі. Олар бұл туралы осыдан 5 жыл бұрын айтқан болатын. Бүгін сол ұсыныстарды жүзеге асыратын күн туды. Оның қазіргі қауымдастықтан бір ерекшелігі барлық отандық кәсіпкерлер палатаға мүше болуы тиіс. Это нужно, необходимо. Бұл бізге өте қажет. Өйткені Қазақстан қазір кедендік одаққа мүше, сондай-ақ дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге талпыныс жасап отырмыз. Осы тұста бизнес қоғамдастықтың ең басты мәселесін ұлттық кәсіпкерлер палатасы қорғайтын болады. Кәсіпкерлердің құқығы, маман даярлау және нормативтік құқықтық актілерді даярлауға қатыса аламыз. Кәсіпкерлер бұл ұсынысты қолдап отыр. Жаңа заңды дайындау барысында еуропалық озық үлгі басшылыққа алынған. Бұрын еліміз бойынша бизнес өкілдерін біріктіретін 700-ден аса қауымдастық болса, енді кәсіпкерлер бір орталыққа жинақталады. Ендігі жерде ұлттық палата отандық кәсіп иелерінің кейбір мәселелерін мемлекеттік деңгейде шешуге жағдай жасайды дейді заңды әзірлеушілер. Ереже бойынша ұлттық палатаға кіру жарнасы белгіленген. Соған сәйкес бизнес өкілдері үшін жылына 360 мың теңге, ал іргелі компаниялар 3,5 миллион теңге төлейді. Жеке кәсіпкерлер үшін жарна талап етілмейді. Жалпы палатаның бюджеті 14 миллиард теңге деп белгіленген. Бүгін жаңа заңды талқылаған атыраулық бизнес өкілдері сенаторға көкейдегі сауалдарын қойып, ұсыныс пікірлерін жеткізді. Мен ойлаймын, бұл сұрақтарға біз жауап бердік. Бірақ та кейбір мәселелерді әлмен қарай талдап қарау қажет. Заңның арасында кейбір қарама-қайшылықтар жөнінде де айтылып жатыр. Бұл мәселелердің бәрін біз бүгін жинақтаймыз. Бұндай кездесу Құлсары қаласында да өтеді. Жалпы осы заңға байланысты шілде тамыз айларында 3 өңірде, 3 қалада, Орал қаласында, Алматы қаласында, Тараз қаласында өңірлік аймақтық кеңестер өткізу жоспарланған. Кәсіпкерлер палатасын құру мәселесі жан-жақты талқыланды. Кейбірі оны қолдап жатса, енді бірі күдікпен қарады. Тіпті ұлттық палатаны 10-15 жыл бұрын құрғанда қазір отандық кәсіпкерлердің өндірісі көш ілгері болар еді дегендер де болды. Негізгі тұжырымдамасы бекітілген бұл заң бойынша ұлттық кәсіпкерлер палатасы келер жылдың қаңтар айында жұмысын бастайды. Назерке Абдрахманқызы, Талғат Өтеғұлов, Айзылхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау 24 KZ.